Мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын талап күшейеді. Енді жоғары оқу орнын жаңадан бітірген маман бірден лауазымда қызметке жайғаса алмайды. Кадр тағайындауда әуелі оның біліктілігі мен тәжірибесі ескерілмек. Мұндай талап жуырда қабылданатын мемлекеттік қызмет істері жөніндегі заңда қарастырылған. Білетіндер осындай шектеу қызметкерлердің араның бітейді дейді. В текущем году, с начала года... Осы жылда 250 қылмыстық істер қарастырылса, оның 71-і сыбайлас жемқорлық болып табылды. 111-дей қылмыстық істерге шешім қабылданды. Қазіргі уақытта 900-дей қылмыстық істер қарастырылып жатыр. Біз немен айналысамыз? Бұрын біз жемқорлықпен күресек, қазір қатаң түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру және болдырмаумен айналысамыз. Тергеуді мәліметтерге сәйкес жүргіземіз. Міндетіміз арта түсті. Сондай-ақ міндетін білмегендер мемлекеттік қызметтен босатылады. Жыл басынан бері әртүрлі заңсыздықтарға жол берген 15 лауазымды тұлға жазаға тартылған. Ал ақ жағалы атануға 3000-ға жуық үміткер тест тапсырып, оның 40% ғана сыннан өткен.